достар, бүгін мен Адюкаға уәде бергендей наурыз көженің қалай істейтінін үйретемін. Ол үшін маған анам көмектеседі. Сәлем балақайлар, қалдарың қалай? Саламатсыз ба, Сарапай? Мен сізді теледидардан көрген, Сарапай. Сарапай, мен бар ғой, айтысты қатты жақсы көрем. Сіз өмірде бар ғой, тіпті сұлу екенсіз, Сарапай. Мяу. Рахмет, Адюка. Мақтап жібердің мені. Енді, Адюка, саған біздің Ермұхамет наурыз көженің қалай жасалатынын көрсетеміз деп уәде беріпті. Мен оған көмектесейін. Бұл бізде бір таңғалатын ас емес. Әр наурыз келген сайын бұл әр қазақтың үйінде әзірленеді. Біздің де үйде әзірленеді. Наурыз көжеге мінекей. Байқап көрші, 7 түрлі тағам қосылады. Неге 7 түрлі қосады, Сарапай? 7 деген қазақта киелі сан болып саналады. Мысалы, қарай қойшы, 7 қазына, 7 ата, 7 хат көк деген секілді белгілі бір дүниелермен байланыстырылған. Сондықтан 7 түрлі тағам қосады деп бізде айтылған. Және 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Расында солай екен, достар. Бұл деген өте дәмді, мінекей енді өзің көріп тұрғандай қазы қарта, ет, айран, күріш, тары, жарма, тұз және де мейіз қосамыз. Мен арнайы сендерге дайындап қойдым бүгін. Ойна сүт па? Бұл айран. Наурыз көже осындай болады. Көже осындай өте дәмді болады. Сарапай, осы тамақты дайындағанда ерекше көңіл күймен дайындаса, тамағы сондай дәмді болады дейді. Рас па? Рас, Адюка. Тағамды өте керемет көңіл күймен әзірлеу керек. Әсіресе әрбір үйдің анасы ашуланбай, берекелі сөздер айтып, күлімдеп дайындаса, бұл ас сіңімді болады. Әрі сол отбасы өте тату тәтті болады делінген. Сарапай, олай болса сіз бізге бір әудеп жіберсеңіз қайтеді домбыраңызбен. Жарайды, Адюка, сенің көңіліңді қалдырмайын, Ермұхаметтің ең жақын досысың ғой. Ермұхамет менің досым. Солай ма, Ермұхамет? Наурыз көжемізді ескеріпсің, Адюка, сен керемет естеліксің. Ермұхамет ұлыма дос боп жүрген, Адюка, біздің үйге хош келіпсің. Ұлдары қазағымның рухты болсын, қыздары Ариманға мықты болсын. Жылда наурызды тойлатайық, ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Мяу, сенің мамаң күшті тартады екен домбыраны. Адюка деп маған өлең шығарып жібергеніңізге рахмет, Сарапай, сізге. Ал, Ермұхамет, Адюка, сендер менің әзірлеген наурыз көжемнің дәмін көріңдер олай болса. Адюка, мінекей, ең бірінші саған берейін, қонақсың ғой. Сарапай, мысықтар наурыз көже ішпейді. Рахмет сізге. Біз сүт ішеміз ғой. Олай болса Ермұхамет көрсін онда, Ермұхамет дәмін айтсын. Бірақ дәмі күшті сияқты, иісі күшті шығып атыр. Анашым керемет екен. Достар, сендер бізбен бірге болыңдар. Сіздерді алда талай қызықтар күтіп тұр. Бізбен бірге болыңдар, достар. Ермұхаметтің YouTube каналына жазылуды ұмытпаңдар. Ол сендерге әлі талай қызықтарды көрсететін болады. Сау болыңдар!